Айым торы. Айым торы. Осы әйел деген бар ғой. Күйеуі жұмысқа кеткенде шығарып салып, күтіп алып тұрса ғой. 12 бөлмелі үйім бар. Қай бөлмеде жүрген таппайсың да. Әйелім ғой. Үйленген кезде 35 кило еді. Қазір 105 кило болды. Аппетиті жақсы, қазір көресіз тұр ғой. Айым торы. Мынау ғой. Келатырыңыз ғой, не болсын шыбай қала? Немене бәле киіп ағасың, не анау? Сабана кімдегіңді? Моды ғой қазір. Моды болады қарым бар, моды болмайды қарым бар ғой, айналайын ау. Қарасай өзіңе. Менің модный қарым ғой. Атаңның басы модный қарым. Ашыған қамыр ұқсап тұр ғой бүйтіп. Ұнамай ма неме? Ұнамай ма? Кертеңнен тасып тұр, қайсы ұнайды? Бір адам деген ірең басына қарап киінсе бір ғой, осы жұрттың әйелдерін көрсең әуесің кетеді. Мынан киім киетін қарсы, не буылдық, сумбоға қатса деркектеп тұр. Сол адам деген бір киінсе өзі жарасатын бір әдемі киім ки. Былай қыл. Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Мен анау қайырымдылық қорында істейтін білесің ғой сен, Білем. Білесің ба? Иә. Мен қайырымдылық қорында істеймін. Білемін. Сол жерге 150 миллион ақша түсіпті. Соны жетін жесірге, кедей кепшікке, отбасы төмен отбасыларға бөліп беріп жатыр екен. Содан бізде өз несібемізді алып қалайық деп, сенімен ақылдасып жатқанмын. Сен ол жерден өз несібеңді алып қалатын түсінбедің мен сен сонда? Жетін жесірсің ба сен? Айналдырған екі балаңды бағамай жүрсің ба? Үйің жетеді, дүниең жетеді. Не керек одан басқа? Мен sana екі балам бағамайын дедім ба? Мен неме неғымақшы болақшы? Сонан өкімет жетін жесірге бөліп беріп жатыр дейсің ба? Берсе бір екеуінің көз бұқ береді, қалған өздері бөліп алады. Несібемізді алып қалайық па? Өкіметтің ақшасы аяйсың ба? Былай қыл. Оның алудың жолдарын мен sana үйретейін. Так. Үйдегі дүние мүліктің бәрін көршінің үйіне бер. Үсіпке дейін бер жүр. Керек жоқ. Артынан келген оған бәр менің. Артыңнан келсін бері берсей. Кейін мен өзім арыз жазып бәле оқып қайтадан алып аламын. Берсей. Үйге ана комиссиялар келгенде дүние мүлкін есептейді. Егер ана суммадан шетінен асып кетсе саған бермейді. Сен былай қыл. Сосын үстінде көлік шеш. Қоя тұр, енді осы жерде айман деп шешінбексің. Шешін деп отырған екен, шешін деп отырған ғой. Ақша берем дейді, дайын тарсың. Немене бір еркекке шешін ақша берем дейді, шешесің ба? Көрем. Былай қыл. Мына үстінде көйлек құрт. Ана көршінің үйінде жұлдызға дейін келсек бар ғой. Соның ана көк көйлегі ма, қызыл көйлегі ма, сұр көйлегі әдемі, соны алып киіш. Сұр көйлегін алып ки. Сен қақтан білесің оның сұр көйлегін? Көріп жүрміз ғой. Нені? Көйлекті. Былай қыл. Мен комиссияны ертіп келген кезде жыла, жағдайымыз жоқ, көмектесіңіз, қол ұшын беріңіз, қол ұштарыңыз беріңіз, жаман жағдайымыз болмай қалды. Зарлайды. Сағат 1-де ертіп келем, дайындалмақ ма? Бүгіннен бастап сен күйеуің емессің. Дайындал, сағат 1-де ертіп келем, ертең байың емес. Айқайлама ма? Жылады. Қай жылады? Әдем түрімді бұзайын бен сол? Тұрайын жылады. Көршімен дарласпаған шығайын мен деді. Жұлдызай. Бірақ. Жұлдызай, тоқташ. Тоқтасай. Бергесей. Бергес. Қалай жағдай? Жақсы. Зуылдап қайға бір? 100 теңге бар, соған салайын деп кетіп бара жатырмын бала шағаға. Қойшы қалай. 100 теңге бар еді, 100 теңге. $100 сұрасыңдар осы бере салар еді ғой. Қанша? Үйге бір апайым бар еді, көршіміз бар еді, бір шай ішіп кетуге жарамайсыңдар ғой. Іздеп кетсіңдер, қуанайып қаламыз ғой. Ойбай, апай, тегіміз келеді, бірақ үйлеріңізде үлкен құлып тұрады, онысы бір үлкен иттеріңіз бар ғой. Қойыршы, былай отыр, менің ана күйеуім қорда жұмыс істейді, білесің бе, көмір қорында. Соны енді қордан соларға бір
қыруар бір ақша түсіп жатыр да. Оны былай бізге беріп, осы былай ғой, үйдегі заттарды бәрін алып кетші. Сендерге берейін деп жатырмыз соның бәрін. Сағат түскі бірге көшеге бақшы тез. Ештеңе бермей-ақ қой орнына, керек емес. Не болды сізге? Сондай болып қалдық. Бірақ сен орнына маған бір ескілеу керек. Сенің бір сұр көйлегің бар екен ғой? Сұр көйлек дейсіз бе? Бар, сұр көйлегім бар. Берші соны маған, сол сұр көйлегін. Сол берейін де бер. Ала бер, иә, ала бер. Жүрегіңді алып кетпесін. Біздің бай біледі екен ғой сенің сұр көйлегіңді. Сұр көйлек. Точно сұр көйлегі келе тұрмын. Мына қой, мен екі қабат кезінде киген сізге дұрыс келіп қалады. Мынау үш қабат болса да тимайтын зат берші керек екен. Дайындығызда істеңіз. Қысты күні жуып қойған, жуылған салда кие беріңіз. Қыстың күні жуылам, жаз ғой қазір. Апай, ана бөлмелеріңізде тұрған музыкальный тестерді ала берейін ба? Музыкальный тестер емес, музыкальный центр. Жөндеп айтсай. Шынымен беріп жатырсыз бәрін. Беріп жатырмын, иә, беріп Мен жатырмын. ала берейін ба? Ала бер, иә, ала бер. Астана қыршы. Қойшы! Мен айта қойшы. Киікші өтін ала көйлек. Құдай береді десе порткіден береді деген рас екен ғой. Біз сендерге есіктен ақ берейін деп отырмыз. Ей, беліңді алып жүр. Болды апай, бәрін алып кете берейін ба? Ішіндегі түсіріп жүрген ғой. Такси берейін не бәріне? Әкеле бер, бана әкеле бер. Ей, есіктен яқта. Ана сыртта итті жап кетесіз. Иттерің бар екен деп тағы дау болар. Айнағы. Ау деп шақын, итінде жоқ қой, көріңіз бе? Өшіп шығады. Мына келсек қой. Мәксі ма? Осы келсек қой, тым жағдай жоқ. Санасы. Ой, мына керең басына қарасаң жағдай нәжірден тым жоқ. Мынау тоқ қой, мынау тоқ қой. Мынау показывай. Жоқ, көке не ғой, тоқ болғанда ше? Тоқ емес, бұл аш. Қойсай, қойғанда не ғой соған ештеңе? Соған не бе? Ештеңе не? Жан, сыласай, аштық. Үй жағдай. Сыласай. Жылайын ба? Аштық ше? Жылайын мен. Жоқ, көке, не ғой? Қарасай, көдеп арасай. Ойбай, ойбай. Ойбай! Не болды? Ашпыз! Екі күн болды тамақ ішпегенімізге, ойбай! Айесің ба, 10 күн десе айесің ба? 10 күн екен ғой, 10 күн екен ғой, 10 күн. 10 күн бойы тамақ ішпеген. 10 күннен бері тамақ ішкен жоқ қой. Тек қана қарамымен икра. 10 күн болды. 10 күн бойы? 10 күн осы ашып болғанымен. Нәкіп қақы? Жейтін іштігі жоқ үйінде. Ойбай, 10 күн тамақ ішпегендегі дене мынау. Бұлар күніге тамақ ішетін жарда дегенде бұл мені. Что-то подозрительный. Жоқ, көке не ғой? Көке түсінбей қалдыңыз. Сіз бар ғой, менің енемді көрсеңіз, менің деп қой. Не ғой, сіз мынаның шешесін көрсеңіз. Сымна кісің ба? Оның шешесі бар ғой, домалақ. Бұты қайсы, белі қайсы білмейсіз. Оны адам машинаға итеріп мінгізеді, домалап түсіреді. Тұқымы сондай, пароды сондай, жас қойыңыз. Қара суға семіре береді, өздері сондай бар. Тұқымы сондай ғой. Солай ма? Шешесі осындай. Сіз жазамыз ба? Көрейік, көрейік. Күйеуіңіз қақта? Күйеуіңіз керек болған. Күйеуің жадайым дейді. Күйеуі қақта. Күйеуің жадайым дейді, а? Қақта ол. Не, жоқ қой. Саған не жүргіздің бе сен? Өзі қарасам жақта, үйлерінде не бар екен, көрді сен. Мен сөзіме араласа берме. Күйеуіңіз қақта? Миы ашып кеткен бе? Не, күйеуі қақта. Қақта болғанда не, сұрайды білген жоқпыз ғой біз. Жатыр, не, Ой, папер? Айтша, не, қақта. Өз айтсын мен оны. Айта. Күйеу малқас! Үйден қуып жіберген! Молодец! Арақты береді! Тамаша! Мені ұра береді күніге! Қатырады? Үйден заттардың бәрін татып жіберді! Молодец! Дұрыс па? Дұрыс! Тамаша! Қатырады! Маған тамаша бұл. Қа біреулер ажырасып жатса саған тамаша ма? Сені менен молодец деп қой. Жоқ, мен тамаша дедім ба не? Тамаша молодец дедім. Иә, тамаша дедім. Неге? Ондай байдың не керегі бар? Ондай байдың не керегі бар айтсашы? Келген сайын ұрады, бала шағасын ұрады, сатады, үйінің берекесін алады. Ондай байдың барынан жоқ. Сондай ма? Мен солдың ғой, тамаша деп жатқаным.